қазақ тойларының ішіндегі төресі, әулетке келін сүріп, бүгіннеке елдің алдында, жұртшылықтың алдында өздеріңіздің аппақ қудай болған, көптен күткен келіндеріңіздің қазір жүзін, дидарын көресіздер. Ал олай болса, сіздердің құрмет қошеметтеріңізбенен біздің жас келінді қасындағы әділеттің жеңгелері, яғни келіннің абысындары менен ортамызға алдырайық. Келін келе жатыр ағайын, келін келе жатыр. Сұлу әдия бар мекен, құлап түскен ұшылан, қолаң шашың иықта, бойыңда бір мін бар мекен, қасы көзі қиялып, құдай мойның иіліп, ақ маңдайлы ақша бет, жүрекке салмас қалай өрт, ақ сабағың үзілген, тісің меруерт тізілген, бейне бір бетің бар мекен, атартып тоң тұзып, алтай жүріп шөл кетіп, келіп тұрған алыстан, әділеттей мырзаң арманы сірәу бар мекен ауа. Ау келін жан, ерекше сәлем дайында, сәкендей тұғын атаңа. Сәкен деген жақсы адам, тек жақсыны құптаған, адал болған досына, жауынан қорқып бұқпаған, қошемет қайда ағайын? Жоқ әлде сөзім қатама, айналайын келін жан, көздерің сенің жан емдер, қайнатаңа иіліп сәлем бер, келін сәлем бер. Тойға келген ағайын, домбырамдай алайын, ата дәстүр салтымен термелеп әнге салайын, қуанышыңа ортақ болып қызығына қанайын, қызмет етіп талмайын, той қызығын шалқатып таңды таңға жалғайын, екіде жақсы ой болған жастардың ақ тілек тойына, ақ тілекті қой арнайын. Әулет болады деді, құдалар болады деді, жақындарымыз, ағайындар скромный деді ғой. Сондай беташар болады дегеннен кейін өзіңіздің бұрынғы бабыңызбен келе беріңіз деді. Көбісі енді баяғыда Қыз жібек фильмінде Шегенің ариясы ғой. Көбісі беташарды сонымен жаңағы ассоциация жасайды. Сол Шегенің ариясымен көп той иелері шақырып жатады. Сонымен жазсаңыз, сонымен ашсаңыз, оған Шегенің ариясы енді көбісі айтылмайды ғой, оған тенор дауыс керек деген секілді. Сон бұрыннан бері бейімделгенбіз. Осының қазақи форматта, домбырамен деген секілді. Арасында тек қана қатып қалған жаңағы өсиет сөздер емес, арасында әзілмен, қалжыңмен сонымен ұштастырып отырамыз. Не себепті сіз дәл осы жерде жасағыңыз келді? Басқа жерде де жасауға болар еді ғой. Жоқ әлде ұстаным сол жаңа қазақи салт дәстүрді ұстану, үлкендердің басын қосу, бата алу? Енді біріншіден үлкен сарайларда келін сәлем салмайтын адамдар болады. Олардың бағарлан жерге телміртіп тұрғызып қойып, сосын ыңғайсыз жағдайға түсіріп, уақыттарын алу мен ойымша дұрыс емес деп есептедім. Біріншіден, екіншіден, басқа үлкен киіз үй бар, үлкен мейрамханаларда бар. Сол жерге қазақылап жасап көреміз бе деген ой келді, бірақ анасы, жұбайым, ары-бері ойланып, береке үйде қалсыншы, қонақ келген үйде құт болады. Қаншама адам үлкен кісілердің ақ батасын аламыз, үйге келген жөн болады деп, үйге дастархан жаюды дұрыс деп шештік. Оның үстінде осы ырыс, береке, құттың бәрі үйде қалсын деп үйге дастархан жайдық. Әзімбек Байлинді шақырған екенсіз. Әзімбек Байлинді шақырдық. Негізі ниетіміз Мақсат Рахмет, Әзімбек Байлин, Ұшқын Жамалбек, бұрынғы экс Алашұлы шөгін басын біріктіріп ашқымыз келген болатын. Түрлі себептерге Мақсат фильмға түсіп жатты, Ұшқын басқа қалада болып қалды. Әзімбектің өзі бір өзі 10 адамға татитындай, былайша айтқанда 5 аспап жігіт екен. Қалжыңы да жете білемін ғой, былай енді өзі спортпен де шұғылданады, қаншама тойды төбесіне көтеріп жүрген асыл азамат.
қағытпа қалжыңмен, астарлы әзілімен керемет ашты. Роман 3 рет сәлем салмаса шықпаймын деп тұр тағы да. Қазір көрсетіп. Каспий ма? 701 628. Кәз. Виталий Ж деп шығады десең. Машалла. 1000 теңге ме? 10 алып жатыр, рахмет. О сәулеттің мақтаны, өзге үйдің қонағы, көптен күткен бір тойың бар, бір жұма күні болады. Өте шығар қасқағым, бойда күнді тастадың, көтеретін тойыңды қайда әділет достарың, көтеретін тойыңды қайда әділет достарың. Енді әділеттің көп достары тойға шақырылған екен. Бүгін беташарға үлкендер шақырғаннан кейін, енді нағыз қасына араласатын тайғұлындай тепсіп өскен достары Қазбек деген досы. Тағы да Қазбек, тағы да Қазбек, тағы да Қазбек. Шыңғыс, Қазбек шығай ортаға келе қойыңдар, жігіттер. Мен әрке жақтаған, менің досым, мен өзіңе мақтанайын. Достарымның биік қылған тобырын. Мына Қазбек ортаға тағы да келе жатыр. Атақты Жамбыл ағамызбен Жантері жеңгеміздің ұлы. Рахмет. Жамбулат Жазираның ұлы дедім. Мама, папа үшін тағы да бір тастамадың ба? Маэстро, музыка, билік жатыр. Ай, рахмет. Жанболат пен Жазира үшін тастау керек қой негізі. Жанболат пен Жазира үшін 20 000 ғана па не? Жанболат үшін 20 000, Жазира үшін тағы да 10 000. Жазира үшін 10 000 ба не? Бәрекелді, ең дұрыс болды. Тойың тойға ұласын, салған әнің құрасын, сәнім берсін. Әнім берсін күләштің тауысқандар-ай. Не дейін енді, не дейін, арта берсін мерейін, бүлкілдесін көмейін. Халқым шапалақ соқсегер, халқым рұқсат етсегер, алтын басты келіннің бетін ашып берейін. Қазақтың домбырасымен аналарымызға демеп, келіннің бетін ашайық, ал бисмилля. Көрімдік бізге. Даланың дарына ананың тәлімі дарығандай, өзіңдей аруға қол жеткен жанның бағы бардай. Арбаға тайдың ерегі, шындықтың болған көрегі, бақыттың дара ережі. Құрметті Сәкен ұлы Әділет, сіз Алланың қалауымен өзіңіздің атап отқан махр мұсамма сыйлығыңызбен, неке сыйлығыңызбен Асан қызы Әдияны халал жарлыққа, адал жарлыққа алдыңыз ба? Естіңіз бе? Ал енді құрметті Асан қызы Әдия, сіз Сәкеннің ұлы Әділеттің берген неке сыйлығы махр мұсаммасын разы болып, некелік уәдесіне разы болып, өзіңізді бағыштадыңыз ба? Тұрмыс құруға ризасыз ба? Естіңіз ба ризамын деп жатыр. Алла қабыл етсін. Ақ құраң толған мал болсын, 15-тен жан болсын, күнде қызық той думан, үйлеріңде ән болсын, дос туысың көп болсын, дұшпандары жоқ болсын, замандары жат болып, тастар қалай тоқ болсын, ұлың өсіп бай болсын, қолының өсіп тай болсын, қыздарыңыз қалақта жұлдыз болсын, ай болсын, туғы түрлігін айтқанда дәулет пен сәулет сай болсын.
Рахмет.